Саламатсыңдар ма оқушылар? Біз бүгін сіздермен 7-ші сыныптарға арналған номер 6-шы зертханалық жұмыс балауыз шамның жануы тақырыбында зертханалық жұмыс жасаймыз. Яғни бұл зертханалық жұмысты жасау үшін бізге қажетті реактивтер мен құрал-жабдықтар. Ол спиртшам, колба және қысқыш. Яғни бірінші біз спиртшамды жағып аламыз. Келесі қадамымыз қысқышпен колбаны ұстап, колбаның бойын қыздырамыз. Яғни бұл тәжірибеде біз спиртшам жанған кезде немесе балауыз жанған кезде оның құрамынан қандай заттар бөлінетіндігін, яғни жану өнімі қандай заттардан тұратынын анықтауымыз қажетпіз. Енді балауыз шамның жалынына жаймен ұстаймыз.